Мен Жанабаев Ерлан Смадиярұлы, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Мәдениет ауылында дүниеге келгенмін. Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданында учаскелік инспектор болып жұмыс жасап келемін. Осы 17 жылдан бері полиция болу менің арманым болды. Өзім жас кезімде форма кигенді кісілерді көріп, өзім қызығатынмын. Осылай мен де осындай полиция қызметкері болсам деп, военный болсам деп. Скорый, вызывайте! Оңтүстік Қазақстан облысы әлеуметтік қатынастар академиясында оқып, сосын академиясқа алып, армияға кеттім. Армиядан служба жетіп келіп, қайтып жалғастырдым оқуымды, дипломды алып, осы офицер шенін алдым. Интернетте ақпан айы 2020 жыл болған оқиға бұл. Әкімшілік аумақта тексеру барысында жүрген уақытымда жатақхананың түтіні шыққанын байқадым. Сол кезде дереу ішінде отырған жатқан адамдардың бәрін шығарып, ішінде 7 адам болды. Ішінде кәмелетке толмаған ұл мен қызы болды, соның атасы болды, мамасы болды. Бәрін шығардық, түтін қатты болып кетті, көрінбей кетті. Бәрін шығарып, сосын жедел жәрдем келді, өрт сөндірушілер келді, бәрін сөндіріп, бәрі жақсы болды. Қиын жағдай, өрт деген мен ол екінші рет болып отыр, ойнау болмайды өртпен. Менің ойыма бірінші адамдарды құтқару болды, ішінде адам қалдырмау керек болды. Өзінің әкімшілік аумағын болғаннан қарайсың ғой, біреу қалып кетпесін ішінде деп. Енді әрбір адамның, азаматтардың борышы ғой, көмектесу деген. Одан кейінгі болған жағдай осы, мен әкімшілік аумақта кезекшілік болғанмын. Сол кезде ол обед уақытысында бірлердің, сол жердің тұрғындары келіп, жүгіріп келіп айтты, осылай өрт болып жатыр, осындай 4-ші этажда, осындай квартирада. Мен жүгіріп бардым, ол өрттің болғанын байқадым, ішінде өрт қап-қара түтін, уже коридордың бәрі қара түтін болып кеткен. Көршілер келді, темір алып келді, аштық, ашамадық. Өрт сөндірушілер келді, есігін ашып, тіке кіріп барып, адамды алып шықтық. Уже без сознания жатқан адам. Соны сыртқа шығарып, бірінші көмек бердік, жедел жәрдем келемін дегенше. Жақсы қазір. Енді әрбір полиция қызметкеріне жұмысы ғой, көмектесу әр адамға. Алдыңғы қойған мақсатым осы, балдарымды өсіріп, жақсы оқуға түсіріп, жақсы маман болуын қалаймын. Қазіргі таңда президентіміз әскери қызметкерлерге жақсы жағдай жасап жатыр, өзіңіз білесіз. Халыққа көмектесуге әрдайым дайын болу керек. Ешқандай елімізде ешқандай қылмыс болмасын, ұрлық болмасын, тыныш болсын.